О, сәлем, қалайсың? Жақсы, өзің? Неғып гүлдеп кеттіңдер? Мама папам тапшы жазамадың ба? Іні мен сіңлім ғой. Асқа не жаңалық болатыр? А чё сақ шайнап тұрсың, а? Просто аузым сасиды. Саған да шайнау керек сияқты ма? Екеуі қайтпай ма үйіне? Үйдегілер қарауыл болсын деп жүрді ғой. Үйіңнің алдында тұрып қой сен. Онсын ана әке-шешең терезеден қарап тұр ғой. Ештеңе істей алмай тұрып қой нерді? Қорқады ол. Бүгін ауа райы зор болып. Хей! Біздің жерде керемет, одан асқан не керек? Қамқоршымыз болып жүр. Аустиден мороженое беріп. Алар бұрын мороженое жемеген ба? Чота жеземіз түсінбеген сияқты ғой. Екінші дәреже көтек. Жезде деген қайнылардың тірегі. Оны білем, қайны болғалы. Бізге аустиден мороженое әпереді. Ей, лай. Қайта қалантегі мұзды бермепсің оларға? Онда ана әпшелеріңді маған беріңдер бір мороженеге. Онда ана точкасынан ананасовый мороженое әпересің. Келістік. Келісіп қоя, онда екеуіңе бір ананасовый мороженое. Зор екен. Зор кетті, я. Мен де зор кетеді. О, билка! Онда жеп болсаң да біз қараңғы жаққа барып кетейік. Қақа? Қараңғы жаққа? Бағана сағыз шайнамаған мен. Не істейсіңдер ол жақта? Ішім өтіп жатыр. Қайтасыңдар ғой уже. Рахмет жезден аустин ананас мороженое зор екен. Біз қайтқанда. Әпше сіздің балаңызға қарай. Тентек! Балаң бар ма не сен? Бай екеу ақ қой. Ей! Досым машинаңмен тауға барып кетейік та. Қойшы асы дед, қарасай. Сен ап жылай бересің, естіп мен 14 мен апара салайық, жігіттер тауының ұшына дейін шығамыз. Смело жетеді. Онда бір 5 баланы отырғызып ал сен. 3 адам отырады, қойшы. Қанша бала сыймай жатқан? 8 бала. 8 бала. Смело сияды маған, брат, бит жеп. Зато көңілді барамыз. Онда қазан ошақтарды абал сен. Алмаймын, қойшы. Сен вообще бармай қойшы еш жаққа. Күрше группадан шығып кетсің, көтіңе тықшана мерсіңді. 14 бара берейік, брат. Любой жерге баратын ше. Сиямыз ба? Итерсің де жүре береді ғой. Кетті ба? Короче, Астананың шуатуға келдік. Қасыма 2 тентек досымда болдым. Бүгін срок алып кетпейін. Айтпауында дейді, жынды ма? Айтпауында дейді, жынды ма? Ё-моё, капец болды. Менттар көрмесін мынаны. Көрінейінші қом кеп тұр балам. Тоқай көп қоймасынан. Жиги, бір нәрсе істеймін. Отырып кетсем, шай темекін тартып жүріңдер. Грейфті құсын ба? Қара. Болмайды ғой. Ана лентадан аттауға болмайды ғой. Біреудің шекарасын өтіп кеткен болсын. Шекараны жауып беріп еді ғой бәрімізге. Қазір коронканы жасаймын ба? Не ол? Сука! Мам, кетші ерік. 7 жылға кеттік сен ерік болды. Не сен жатсың, Дастан? Здесь. Не болды саған ба? Қажыңдап. Ененен шақырмасын ертең. Я келе берсе күтіп тұрмын ғой. Ринат, не жүрсің? Әпше, не жүрсіз? Ой, мынандай өтіп бара жатқанмын ғой. Қазір қызым келіп жатыр, кете беріңізші бар. Ойбай, қастарында жүре берем, үндемеймін ғой. Онда тыныш жүрің. Келістік. Қазір келіп қалады ше. Қайсы Ринат, саламатсыз ба? Алдың қызың бен? Осы қапсе жалғыз бір оқы. Ол сәл сүйкімдеді ғой. Мынау безірейіп тұра көпет. Бәрін өзіңіз осата бермеңізші. Қалайсың, ангелім? Ой, Ринат, сен орысша ашкелі зорасын айтын ма? Ой, құрмай. Жаңа жолда келе жат, бір алқашты көріп, жаман қорқып қалдым ше. Мен тұрғанда ештеңеден қорықпасай. Ормандағы арыстан жеп қоямын ғой мен, ойымда ма? Ой, құрмай, сен үйдегі мәшкетке қалан жүрсің ғой, Ринат? Бүгін жаман көзін күнге шағылса жатыр ше. Әкелер. Ма. Ой, құрмай. Тамақ құрап кетті. Ана жерде мороженое біреулі жейік та. Мында күндізді қандай мороженое? Тыныш отырыңызшы. Жаңа мороженое жейікші. Кеттік. Ой, пеля. Жан, қандай мороженое әперейін? Ең қымбаттарын әперейін ма? Өзіңе де асай. Мен күнде жеп жүрмін бойды. Тастап кетпейміз уже біз. Ринат, халінде мұздар ол мороженое жұқпайды ғой. Сен өмірінде бір-ақ рет жегесің ғой, и то екеуімен. Қойыңызшы. 6 мороженое әперейін ба? Ақыр қымбатына беріп жатыр екен ғой. Ана жерде аустин 2-ші точкасында бар, ананас мороженое. Әпер содан. Қойыңызшы, әрдеңе оттамай. Әйтеуір бірдеңе шығарып аласыз. Я жан, ананасы мороженое жейікші. Кет, жасай. Жақсы. О. Же. Ринат, осы маманың мінезі қандай? Сыпайы. Мақ көңіл. Адам түгіл құмырсқаға зиян жоқ қой кісінің. Ринат,
мама анау келін өлтіріп болғанда енді бір ай болған жоқ па? Темасы кеше шешілді ғой. ондай нәрсені айтпасай. қойшы. Иә? Ринат, бұдан кейін хабарласпашы маған. Әби. Не қылды әлші? Өмір мейтін шығардыңыз ғой? Алло? Болды мама, тындырдым. Құрттым ғой көзін. Ой, екінші жыламайды, уайымдамаңыз. Жарым емес. Ағасынан бірінші үйленем деген нес. Тағы сонда қыздар шығып жатса айтыңыз. Өзім шешем ғой. Клубника. Жұмыстан кейін қалып клубника шоколаде жасамадық па? Жоқ, мені үйімде күйеуім күтіп тұр. Уайымдама, сенің күйеуің ол туралы білмейді. Жаным, сені бүгін тағы да жұмыста ұстап қалды ма? Иә, менің бастығым ұстап қалды. Сенің бастығың маған ұнамайды еді, мен саған оны сразу айттым ғой. Кешірші. Менің аяғым ауыр. Сен әке боласың, жаным. Бұл қалай болғаны? Бұл шоколад араласқан ғой. Немене бұл изменядан изменя ма? Тоқта, мен бәрін түсіндіре аламын. Міне, сенің балаң бұл. Кейбір қателіктер өткенде қалу керек. Папа, мен кім болатынымды шештім. Кім болғанды айтқан жоқпын балда мен саған. Әнші боламайсың, даусың жоқ. Актер боламайсың, вообще актер қасиетің жоқ. Бол шешеңді сыйлайын, электрик боласың. Папа, бірақ менде өнер бар ғой, папа. Менің өнерім бар, папа, пожалуйста, бір мүмкіндік. Сен қолыңнан не келеді басқа? Не келеді шешеңді сыйлайын? Айна электрик боласың, болды көп сөйлеме. Пап, мен журналист болғым келеді. Журналист? Қуасың ба сен? Вообще қатысым жоқ қой біз журналистке. Кім еді сен? Атабаң, бабаң журналист бар ма еді? Пап, қара шешемді мен айтайыншы, сосын сен көресің. Ой, шешең, айтшы. Папа, міне қараңыз. Аңдатпаған мені әкем электрик қылғысы келеді, бірақ мен журналист болғым келеді. Оған кім кінәлі? Әкемнің қарсылығы ма, шешемнің разылығы ма? Енді не істеймін? Ойпалай. Сен бұлай қалай сөйлеп тұрсың? Бізді ешкім өйтіп сөйлей алмайды ғой. Папа, айттым ғой, мен журналист болғым келеді, менің өнерім бар. Шешең, сыйлайын, осы біздің ана көрші Талғатбай сөйлейтін өнері бар еді. Шешең. Қатын, берген. Аңдатпаған. Міне менің әкем қазір маманды барып ұрып өлтірейін деуде. Оған кім кінәлі? Талғат па, әлде мен ба? Ассалаумағалейкум. Қайсың брат? Танысып қой. Мынау менің универде группаласым Амир. Мынау менің бала кезден бірге өскен досым. Маркетинг отделда істейді. Все, взаимно, брат. Досым өзі маркетолог, маркетинг отделда істейді. Сен помнишь, ана жылы магазин ашып едің ғой, реклама керек бір. Иә, реклама керек ма? Бас істеп бересің ба, брат, реклама? Давай мен сен номерін жазып алайыншы онда. Аха. Так. Жазса енді атын. Атын қола, брат? Жоқ, қазір. Просто. Қойсын да ұмыт қалды ғой атын, бля. Жоқ, клавиатура істемей тұр просто. Жаңа 2 минут бұрын таныстырдым ғой, ладно. Как, братна, клавиатурам істемей тұр. Сен де бірдеңе сол атын қалдың, кішкене нетіп тұрады. Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар, брат? Танысып қой, мынау менің досым, универдегі аты Амир. Мынау менің досым, бала кезден бірге өскен. Кім? Кесе мен досыммен таныстырып отырмын ғой, сен как раз керексің сен оған ше. Міне здоровый бала туылды, әкесі кім? Әкесі қайда? Міне әкесі балаңызды алыңыз енді, атын кім деп қоясыз өзіңіз көріңіз. Сенің есімің? Так, Нұрболат. Ахмет қой, Ахмет аты. Ахмет? Жаңа 2 минут бұрын таныстырдым ғой, мынау менің досым Ахмет. Білем ғой, Ахмет просто вот енді істеді ғой. Ұмыт қалдың ғой. Все, Ахмет. Брат, все, мысалы хабарласам, иә? Номер келіп тастасаң. Пирожная картошка, давайте его попробуем. Ты мне хотел, а я тебе...